Құркелес ауылдық округінде мектеп мұғалімдер арасында спорттық жарыс өтті. Іс-шара аудандық адам әлеуетті дамыту бөліміне қарасты кәсіподақтың қолдауымен ұйымдастырылды. Дәл осы күні ұстаздар мектептегі жұмысын бір сәтке ұмытып, спортта да осал еместіктерін көрсетті. Білім ошақтарының ұстаздары өзара бақ сынасқан сайыс барысы алдағы бейнесюжетте. Құркелес ауылдық округінде болып өткен спорттық шараға осы аумақта орналасқан 8 мектептің мұғалімдері қатысты. Атап айтар болсақ, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Ілияс Жансүгіров, Мұқағали Мақатаев, Төлеген Айбергенов, нөмірі 19-шы Оразбаева, нөмірі 77-ші, нөмірі 73-ші, нөмірі 69-шы мектеп мұғалімдерінен құралған командалар. Аталған сайыста жанкүйерлік еткен Еламан Алтай салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған жиындарды жиі өткізу қажет деп өз ұсынысын білдірді. Балалардың бүгінгі өмірге қалыптасуына, олардың осы заманның ағымына, көзқарасының нақты болуына арналған іс-шараға қатысты менің ойымша. Сол үшін осындай іс-шараларды жиі өткізіп, бәрінің басы болсын, балалар мен мұғалімдердің шыңдалуына ашық жол ашатын осындай іс-шаралар көп болсын керек. Аталмыш шара жыл сайын ұйымдастырылады. Биыл өңірге қарасты нөмірі 69-шы мектепте 5 спорт түрінен қызуда тартысты жарыс болып өтті. Мақсаты ұстаздарды ұжымшылдыққа, ортақ мақсатқа жұмыла білуге баулып қана қоймай, балғындарға білім нәрін сіңіріп жүрген жандарды күнделікті өмірде салауатты өмір салтын ұстануға шақырады. Құркелес ауылдық округіне қарасты 8 мектептің арасында салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында өткізіліп жатқан спорттық іс-шара. Бұған 8 мектеп бізге қатысып жатыр. Бұндағы мақсатымыз мұғалімдердің салауатты өмір салтын дұрыс қалыптастыру мақсатында өткізіліп жатқан үлкен іс-шара. Бұған қолдау көрсетіп жатқан Сарыағаш аудандық білім бөліміне қарасты кәсіподақ ұйымының төрағасы Тастамбек Мырза, ол кісіге алғысымызды айтамыз. Іс-шараға 8 мектеп қатысып, осы барлықтарға сәттілік тілейміз. Сәтті серік болсын. Бір жарым жылдай біраз уақыт карантинге байланысты мұғалімдер де, оқушылар да карантинде онлайн режимінде оқыды, онлайн режимінде жұмыс жасады. Қазір содан шығып, офлайнда дәстүрлі сабақ өтіп жатыр ғой. Сондықтан бір-бірімен қарым-қатынасы үзіліп қалған болатын. Енді барлығы бетпе-бет мынау кездесіп іс-шара өткізіп жатыр. Мұның өзі үлкен бір жетістік. Сайыс қорытындысына келер болсақ, бірінші орынды нөмірі 38-ші Мұқағали Мақатаев мектебінің ұстаздары жеңіп алды. Ал екінші орында нөмірі 69-ші мектеп мұғалімдері тұрақтарды. Жарысқа қатысқан білім ошақтарының ұстаздарына сыйлықтар мен марапаттар тарту етілді. Халима Мақсатқызы, Жасұлан Әлібеков, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.